Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа, не болмаса түскі асқа өте тез дайындалатын және оңай жасалынатын ерекше тағамның рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алып, жасап көруге кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бізге осындай тартылған ет қажет болады. Алдын ала күрішімізді жуып дайындап, осы тартылған еттің үстіне саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң, осы тартылған етіміздің үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған етімізді қолымыздың көмегімен дөңгелек форма жасаймыз. Бұл тағамды печкеде пісіреміз. Өзіңізге ыңғайлы формада пісірсеңіздер болады, дөңгелек формада пісірсеңіздер де болады, төртбұрыш формада пісірсеңіздер де болады. Жаңағы дайындалған тартылған етімізді осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек формасын жасап, осы формамызға араларын кішкене ашық қалдырып, барлығын бірін-кетін жайғастырып салып шығамыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай барлығын салып болдық. Келесі кезекте көкөністеріміздің барлығын турап дайындап аламыз. Барлығын жуып алдын ала дайындап қойдым. Ең алдымен картошкамызды турап аламыз. Осы видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп барлығын турап аламыз. Орташа қалыңдықта турасаңыздар жарайды. Егер өте қатты қалың болып кетсе, ол ұзақ уақыт пісуі мүмкін. Содан соң қызанағымызды тураймыз. Болгар бұрышымызды да турап аламыз. Достар, егер осы видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдырып, және де менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, маған тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ендігі кезекте осы көкөністеріміздің барлығын жаңағы етіміздің араларына салып шығамыз. Барынша нығыздап салуға тырысыңыздар. Бұл тағамды түскі асқа, кешкі асқа міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Оларға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәмі өте керемет болып шығады, және де оңай жасалынады, тез жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы көкөністердің барлығын осы видеодағыдай барынша нығыздап салуға тырысыңыздар. Барлығын салып болғаннан соң осы тағамның соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге томат қажет. 2 ас қасық томаттың үстіне суымызды құйып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка салып, жақсылап араластырамыз. Және де жаңағы көкөністер мен етіміздің үстіне құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 170 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Етіміздің ортасы толықтай пісіп, картошкаларымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, астына өз пікіріңізді қалдырып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.